Мен Еркінбек Қабилов, Қытай Республикасы, Іле Қазақ облысы, Тарқыбатай аймағы, Шағантой ауданы, бұрынғы Жыланды фирмасы, кейін Жаңғыс ауылы Терісбұлақ қыстағының тұрғынымын. 1997 жылы Терісбұлақ қыстағына да малымызды өткізіп алып, сол жерге түскенбіз. 1998 жылы сол жерде шеше әкеміз 5 миллионға ораздың үйін сатып алған. Сол жерде 108 тұяқты Терісбұлақ қыстағы еліне таратып берді. Исанға, Қақанға, басқа семьяларға. Сол 108 тұяқ таратып берген ақысына біз сол жерде арыз шағым қылып 2003 жылы 3 жансаң, 5 жансаңға 2 бала, шешем, мен жолдасым бесеуімізге 12 мудан, бір жансаңға 12 мудан 5 жансаңға 50 му жер берген. Сол 50 му жерде 2019 жылға дейін біз пайдаланып келдік. 2019 жылы ауылдың бастығы Исан Исқария бастатқан Жаңғыс ауылының сол Қазақстанға көшті деген себеппен сол жерді алып отыр. Сол жерімді алған ақшасын берсін, бірінші. Егер ақшасын бермесе, жерді қайтаруын талап етем. Оны халықаралық адамдық құқық ұйымынан, халықаралық ұйымынан сол жерімді қарастырып қайтарып беруін талап етем Қытай Республикасынан. Арызданушы Еркінбек Қабилов.